исламдағы шынайылықтың орны қандай? Алла тағаладан алған нығметімізді біз ойламауымыз керек. Сол берген садақаммен немесе берген жасаған жақсылығыммен мен өтеп жатырмын, Аллаға алғысымды қайтарып жатырмын. Ниеттің шынайылығы дегенді қалай түсінеміз? Кім маған бір амалды арнайтын болса, оны тек қана маған арнасын. Ал қасына тағы біреуді қосатын болса, онда сол қосатындарына бере берсін дейді. Жұмыстағы, болмаса кәсібіміздегі шынайылығымыз бен ықыласымыздың маңыздылығы қандай? Тек қана өзім байысам, сен оны қалай алсаң солай ал. Кредит алып сатып аласың ба, әлде қарыз алып сатып аласың ба, ол сенің проблемаң деген қарым-қатынас дұрыс емес дейді. Құрт құсап түсіп, мысалға бүкіл организмді жейтін аурулар бар ғой, онкологиялық. Ол рия амалға келген кезде сондай дейді. Ол сенің амалыңа, жақсы сауапты істеріңе бір түссе, ол сөйтіп оны жеп соңында құртып бітеді дейді. Ассалаумағалейкум, таным арнасының тұрақты көрермендері, біз сіздермен қайта жолыққанымызға қуаныштымыз. Алдыңғы сұхбатымызда уәде тақырыбын қозғаған болсақ, бүгінгі сұхбатымызда шынайылық жайында қозғағымыз келіп отыр. Енді әдеттегідей біздің бұл дәрістерімізге, сұхбаттарымызға көмегін беретін Дастан ұстазымыз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Енді ұстаз, өзіңізге алғашқы сұрағым, енді шынайылық дегенге ой, ниет, ықылас, бойымыздағы бір амалдарды қарастырғымыз келіп отыр. Енді осы жерде сұрағым, исламдағы шынайылықтың орны қандай? Бисмилля, альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Бұл енді қазір қарап отырсақ, көптеген асыл құндылықтар азайып, құлдырап жатқан заман ғой енді. Өзі шынайылықта кетіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде айтты, ақыр заман жақындаған кезде адамдардың арасынан ұят кетеді, аманат кетеді. Өткен сабағымызда айттық, уәденің өзі жоғалады. Тіпті уәдесінде тұратын адамдарды пәлен жерде бір адам бар, уәдесінде тұрады екен деп, оны бір саусақпен санайтындай болып қалады деп. Міне соның арасында шынайылықтың да жоғалатыны, әсіресе намаздағы шынайылық. Бұл енді намазбен ар жағындағы үлкен ғибадаттарға мысал ғой. Демек, адам мен Алла тағаланың арасындағы шынайылық, адамдардың өзара арасындағы шынайылық, сөздегі шынайылық. Мысалға қазір неше түрлі көпіріп, әртүрлі нәрсені айтып жатамыз. Ішінде мақтауы да бар, басқасы да бар. Бірақ өте шынайылық аз кездерді көп көріп жатырмыз. Бұның барлығы енді қияметтің белгісі десек те болады. Дегенмен бұл енді өзі солай болу керек екен, солай болады екен ғой деп қабылдауға болмайды. Өйткені діндегі асыл құндылықтар ол бәрібір құндылығын жоғалтпайды. Қайта керісінше осындай бір қиын замандарда адамдар азып, жақсы адамдар азайып, жақсы қасиеттер азайып бара жатқан уақытта соны ұстап қалуға, шынайылықтың шеңберінде адамдарды қорғап қалуға дін барын салады. Бізден керекті нәрсе тек біз бойсынсақ болды. Енді осы жерде ислам діні әсіресе мына құлшылық ғибадат мәселесіне келген кезде, басқа да қарым-қатынас түрлеріне келген кезде шынайылықты қатты талап етеді. Өйткені біздің әрбір істі істеуімізге өзі ниетіміз түрткі болады ғой. Мысалға ол жердегі ниетің біреуге жағыну ма, жоқ әлде пайда табу ма, жоқ әлде соған бір мейірім, қамқорлық көрсету ма. Ол сенің ниетіңнің түзулігін, туралығын тек өзің білесің, және соған үңіле алатын жалғыз Алла тағала ғана біледі. Қалған барлығымыз тек сыртына қараймыз. Мысалға біреуге сыйлық берсе, ол жай ғана әлгі адамды өзіне жақын тарту мақсатында беріп жатқан болуы мүмкін. Енді біреу дәл сондай, мысалға сыртқы көріністері бір дейді, сыйлық берсе, ол өзіне берілген сыйлықты қайтарып жатқан болуы мүмкін. Өткенде маған да берді ғой деген сияқты. Тағы дәл сондай көрініс, мысалға үшінші бір адам біреуге сыйлық беріп жатса, ол тек қана Алланың ризалығы үшін, Алланың ризалығын ғана іздеп садақа беріп жатқан болуы мүмкін. Қарасаңыз, оның ниеті ғана ажыратып тұр, ал былай сыртқы көрінісі бірдей. Міне сондықтан осы жерде шынайылықты көрсететін үлкен қасиет ол ниет.
Құранда да Алла тағала айтады, астағфиру билля, бұл жерде сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманындағы бір-біріне қайырымды, бір-біріне жақсылық жасаған кезде тек қана оның қайтарымын Алла тағаладан ғана күтетін сахабаларды мысалға келтіріп, олар былай деп айтады дейді: иннама нутаимукум лиуажхилля, біз сені Алланың ризалығы үшін ғана тамақтандырамыз. Яғни садақа берген кезде тек соны ғана қалаймыз. Ертең күні сенің рахмет айтқаныңды, ертең күні сен сол үшін маған басқа бір затпен қайтарғаныңды, немесе қызмет қылғаныңды емес, немесе мен келе жатқан кезде атып тұрып құрмет көрсеткеніңді, басқа ешқандай нәрсені емес, біз тек қана Алла тағаланың ризалығын қалаймыз. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура, біз сендерден рахмет те, алғыс та, жаңағыдай қарымын қайтаруды да қаламаймыз дейді. Көрдіңіз, бұл сахабалардың сөзі ғой. Алла тағала соны Құранда келтіріп тұр да, олар осылай деп айтады деп. Қарасаңыз, солардың арасындағы шынайылықтан туған сөз, өзара мәміледегі Құранға аят болып еніп тұр да. Одан кейін тағы бір сүреде, Ләйл сүресінде, осындай жақсылық жасаған адамды Алла тағала мақтап, аллази юти малаху ятазакка дейді. Малын, Алла жолында дүниесін тазару үшін береді. Яғни өзінің бойын тазарту үшін, өзінің мал, енді адам дүние тапқан кезде бәрібір де 100% адал екенін ешкім сеніммен айта алмайды ғой, кепілдік бере алмайды. Сондықтан ішінде кейбір жерде харам дүние кіріп кетуі мүмкін, кейбір жерде күмәнді дүние кіріп кетуі мүмкін, білместікпен, білімсіздіктен я болмаса сондай нәрселерді тазартады. Жалпы енді зекет деген сөздің өзі тазалық қой. Сол мал дүниесін Алла жолында берген кезде ол тазалықты қалайды, тазаруды қалайды. Яғни Алла тағаланың алдында ешқайсысы өзінің нығметін толық өтей алмайды дейді. Яғни Алла тағаладан алған нығметімізді біз ойламауымыз керек. Сол берген садақаммен, немесе берген жасаған жақсылығыммен мен өтеп жатырмын, Аллаға алғысымды қайтарып жатырмын. Жоқ, ол бөлек нәрсе дейді. Сен бұл арқылы өзіңді өзің тазартып жатсың. Илля бтиға вajhi раббихил а'ла. Көрінсе, сен тек ұлы Раббыңның ризалығын ғана қалауың керек, соны ғана іздеуің керек. Уәлә сауфа ярда. Сол кезде бар ол разы болады дейді. Көрінсе, осы жердегі ниеттің туралығын көрсететін аяттар бұл тазалықты, адалдықты, шынайылықты талап етіп тұр ғой. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Бұл енді барлық хадис жинақтары, тіпті діни кітаптардың көпшілігі осы хадиспен басталады. Ниет хадисі дейміз. Расында амалдар ниетке байланысты болады. Кім Алла және оның елшісі үшін Меккеден Мадинаға хижрат етсе, көшсе, оның хижраты Алла мен елшісі үшін болып саналады. Ал кім дүниеге қол жеткізу үшін, я болмаса бір әйелге үйлену үшін хижрат ететін болса, онда оның хижраты сол үшін болып есептеледі дейді. Бұл енді ислам дінінде өзі тірек болатын, ислам дініне негіз болатын бір 3 хадис болса, соның біреуі осы. Демек, бұл хадистің мазмұны, мағынасы исламның 3-тен 1-ін құрайды деген сөз ғой. Тіпті Абдуррахман ибн Махди деген үлкен Бухарилердің алдында өмір сүрген мұхаддис ғалым өткен. Сол айтқан, кім кітап жазғысы келсе, кітабын осы хадистен бастасын деген да. Енді кітаптың кіріспе, алғы сөздері болады ғой, соның орнына осы хадис жеткілікті дейді. Өйткені ол жазып жатқан адамның да өзіне ниетін есіне түсіреді, және оқып жатқан адамға да, біз қазір білім алудағы ниетке байланысты тоқталамыз. Мен бұл нәрсені не үшін үйренейін деп жатырмын, не үшін оқиын деп жатырмын. Әрбір істе, әрбір сөзде ниет ескеріледі деп тұр ғой. Анау жаңағы хижрат енді ол ғибадат та, ол жай ғана көшу емес. Негізі біреу Алматыдан Астанаға немесе шетелден басқа бір елге көше бересің ғой. Бірақ сен сол көшудегі ниетің, мына жерде енді сол замандағы Меккеде қуғын-сүргін көріп жатқан, зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқан сахабалардың жағдайы баяндалып тұр ғой. Олар сол осы бір діни қыспақтан құтылайық, Мадинаға барып емін-еркін дінімізді ұстанайық, емін-еркін Алла деп айтайық, емін-еркін Аллаху акбар деп айтайық, емін-еркін намазымызды оқиық деген мақсатта олар Аллаға жақындау үшін, Алланың ризалығын табу үшін көшіп бара жатыр ғой. Әйтпесе кім көшпей жатыр о заманда мысалға да. Сол үшін оны ғибадат қылып, үлкен амал қылып қабыл етіп тұр ғой Алла тағала. Ал біреу сол кезде мысалға
саудасын дамыту үшін, кәдімгі кәсіптік мақсатта, бизнестік мақсатта мысалға да, немесе ана жақтың ауа райы жақсы екен, шамалы көгалы көп деген сияқты сондай бір мақсатта көшіп бара жатқан болуы мүмкін. Дәл сол кезде қаншама адам көшіп жатыр, бағанағы сыйлықты беріп жатқан адамдардың мысалы сияқты ғой. Солардың ішінде кімнің ниеті Алланың ризалығы үшін болса, оның хижреті Алланың ризалығы үшін болып саналады да, сауабы солай беріледі. Ал кімнің ниеті жақсы өмірге қол жеткізу, жаңағы барып жақсы ауа райында, жақсы климатта өмір сүру болатын болса, ол соған жетеді. Бірақ оған Алла жолында хижрет еткен, Құранда ғана мұхажирлер деп мақтаған абырой мансап берілмейді Алланың алдында. Сондықтан да бұл біздің іс-әрекетімізді ниет анықтайтын болса, ал ниетті саралайтын, сұрыптайтын ол сол ниеттегі шынайылық. Рахмет ұстаз. Енді жалпы исламдағы бір шынайылықты таразылап беріп жатырсыз ғой. Келесі сұрағымды Алла елшісінің бір хадисімен жалғағым келіп отыр. Ақиқатында амалдар тек ниетке қарай бағаланады деп келеді. Енді осы жердегі ниеттің шынайылығы дегенді қалай түсінеміз, ұстаз? Ниеттің шынайылығы деген бұл жердегі түзулігі және тек бір Аллаға арналуы ғой. Мысалға, ғалымдар айтады, ниет жай ғана бір істі құлшылыққа, ғибадатқа айналдырып жібереді дейді. Сенің әшейін ұйықтауыңды, тамақ ішуіңді, мысалы бұрынғы ғалымдар айтатын болған ғой, мен тіпті су ішсем де ниетпен ішкенді жақсы көремін деген да. Яғни осы суды ішіп, сол арқылы шөлімді қандырып, мысалға ойланбай жаңағыдай айтайық, шөлдемей Құран оқиын деген сияқты мысалға да, осы бір тамақты ішіп, сол бойыма дарыған қуатпен мен дене ғибадаттарын жасайын, немесе нәпақамды табу үшін күш жинайын деген сияқты жақсы нәрсеге ниет етіп істесе, тіпті ұйықтағанның өзінде де таң намазына дейін бір демалып алайын, тынығып алайын деген сияқты бір оның ар жағындағы ғибадатқа ниет етіп істейтін болса, ол жай ғана ұйықтау, ішіп жеу сияқты іс-әрекет болғанымен де ол ғибадатқа айналып кетеді дейді. Сол сияқты керісінше ғибадат болып саналатын істі біреу жаңағы айтайық садақаны мысалға, өзінің зекетін, жылына бір рет келетін парыз зекетін ол берейін деп тұр, немесе жай бір қосымша Алладан сауап тілейтін нәпіл садақалар бар ғой, сондай бір садақасын берейін деп тұр. Бірақ жаңа бір есеп екі есеп дейміз ғой біз кейде, жаңа бір оқпен екі қоянды ату деп, бір жағы берген садақам болсын, бір жағы сол адамды мен жаймен байлап қояйын, керек болатын адам ертең деген сияқты, немесе жаңағы ана пәленшенің туысы еді, жақын еді деген сияқты, соған бір жақсылық жасап көзіне түсіп қалайын деп, сондай бір екі ниетті, немесе басқа да мүддені қалап жасайтын болса, ғибадаттың өзі жай іске айналып кетеді да. Ниеттің шынайылығы осы жерде. Оған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына бір хадистері дәлел болады. Имам Ахмад келтіреді: "Ман бана буньянан фи гойри зулмин ва ла атидаин", кімде-кім ешқандай бір зұлымдықты жасамастан, ешкімнің ақысын жеместен құрылыс салатын болса, үй тұрғызатын болса, ау ғараса ғарсан фи гойри зулмин ва ла атидаин, дәл солай ешкімге зұлымдық жасамастан, ешкімнің ақысын жеместен егін егетін болса, тал екті ма, жеміс ағашын екті ма, кәна лаху ажран жариян, ол оған тұрақты үзілмейтін сауап әкеліп тұрады дейді. Жаңағы құрылыспен егін. Мән тафа бихи ахадун мин халқир рахмани табарака ва таала. Қашанға дейін сол сенің жаңағы салған құрылысыңнан немесе егініңнен Алла табарака ва тааланың жаратылыстары, яғни адам болсын, құс болсын, аң болсын, солар пайда көріп тұрғанша дейді. Ол қашанға дейін пайдасы тие береді, соған дейін саған сауап әкеле береді дейді. Тағы бір хадисте: "Ма мин муслимин яғрису ғарсан ау язрау заран", қандай да бір мұсылман тал ексе немесе егін ексе, фаякулу минху тайрун ау инсанун, одан бір құс немесе адам жемісін жесе, илля кана лаху бихи садақа, ол оған садақа болып есептеледі, жазылады сауабы. Көрдіңіз ме? Бұл жай әшейін істер ғой негізінде. Үй жағыңды көгалдандыру үшін, терезеңді көлеңкелеу үшін егіп жатсың ғой. Бірақ сол жерде бір ниетің болса, осы бір айналадағы тіршіліктерге пайдасы тисін. Жалғыз маған емес, өткен кеткенге де көлеңке болсын деген сияқты жақсы ниетің болса, бұл саған осындай үлкен сауап алып келеді дейді. Тіпті адамның мынау нәпсісі қалайтын, біз енді қазіргі күнге айтып жатамыз ғой, табиғи қажеттіліктері, жаңағы тамақ ішу болуы мүмкін, ол тіпті жаңағы жақын қатынас болуы мүмкін, интимді. Соның өзін ниет құлшылыққа айналдырады дейді.
Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабаларымен осындай тақырыпта әңгімелесіп отырған кезде уафи будуай ахадикум садақа, сендердің өздеріңнің адал некелеп алған әйелдеріңмен қосылғандарың да садақа болып жазылады деген. Сонда сахабалар таң қалып сұрайды, біз қалай өзіміздің табиғи қажеттілігімізді өтейміз және ол бізге тағы сауап әкеле ма деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, егер сендер соны арам жолмен істесеңдер, өздеріңе адал болмаған некеленбеген әйелмен мысалға сол нәрсені жасасаңдар, сендерге күнә жазыла ма дейді. Иә, жазылады. Енді сендер соны адал жолмен жасасаңдар сауап жазылады дейді. Көрдіңіз, ниеттің өзі, некеде жаңағы некенің мақсаты деген кезде ғалымдар айтады ғой, ең бірінші өзін күнәдан қорғау, өзін жаңағы көзін тыю деп алып келеді ғой. Сондықтан адам жаңағы күнәға ұрынып қалмас үшін адал жолмен отбасын құрады ғой. Әу бастағы ниеті ғой енді. Сол ниетіне Алла Тағала оның әрі қарай бүкіл өмірінің барлығын, сол екі ортада қарым-қатынастың барлығын садақа қылып сауабын беріп отырады. Және хадистерде де келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сенің тіпті отбасыңа, балаларыңа тауып келген нәпақаң, оларға алып келген тамағың, енді ақшаң, соның барлығы сен отбасыңа жұмсасаң садақа болып есептеледі деген. Біз әдетте енді үйдің коммуналдық шығындары бар, жаңағы балалардың киім кешегі бар, тамағы бар, тағы басқа сабақ құралдары деген сияқты енді қаншама нәрсеге тапқан ақшамыздың бәрін әкеп соған жұмсап жатырмыз. Бір далаға кетіп отқан сияқты көрінуі мүмкін ғой. Олар алып жатыр, жаратып тастап жатыр мысалға да. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, соған жұмсалған, жалпы отбасы шығындарына жұмсалған әрбір тиын ол садақа болып есептеледі дейді. Тіпті тағы бір хадисте айтады, ма ат'амта нафсака фахуа лаху садақа. Тіпті сен бала шағаң жоқ болса да, мысалы бойдақ жігіттер бар ғой, мысалы өздерін тамағын тауып жүрген адал жолмен, сен өзіңнің тамағыңды адал жолмен тауып жүрсең, соның өзі саған садақа болып жазылады дейді. Ең бастысы сен адалынан тауып адалына жұмсасаң болды да. Маңдай теріңмен тапқан адал еңбегіңді, адал нәпақаңды харамға, күнәға емес, таза өзіңнің қажеттіліктеріңе, адал заттарыңа жұмсасаң, оның барлығы саған садақа болып жазылады. Ол садақа дегенде ар жағында үлкен сауаптар деген сөз ғой. Далаға кетіп отқан жоқ. Көзбен қарасаң, сен тамақ қылып жеп тастадың, киім қылып киіп тастадың ғой негізінде. Бірақ соның өзі саған үлкен сауаптар алып келеді дейді. Бұның барлығы ненің арқасында? Осы адамның шынайы ниетінің арқасында. Енді ұстаз, біз үшін маңызды болған тақырыптарды талдап, саралап беріп жатырсыз ғой. Енді кішігірім біздің әр істегі ниетіміз, жақсы амалдарымызға жетелейтін бір керемет күш деп отырсыз ғой. Ұстаз, енді келесі сұрағымды ізгілердің бір сөзімен жалғағым келеді. Жалпы ықылас дегеніміз, ықылас бір істі бастаған кезде ешқандай адамның жаңағы мақтауын, мадағын күтпей сол істі жасау дейді ғой енді ықыласты. Бұл ықыласқа керағар рия деген түсінік бар. Енді осы жерде жалпы рия деген түсінікке бір ақпарат берсеңіз. Бұл бағанағыдан бері біздің шынайылық деп, енді біз жақын болғасын тілімізге, мынау қолданысымызға жақын болғасын осы шынайылық деген сөзбен түсіндіріп жатырмыз. Негізі оны шариғатта ықылас деп түсіндіреді. Ықылас деген сөз, мысалға біз намазға ниет еткен кезде ең соңында халиса лиллахи та'ала деп айтамыз ғой, тек қана Алланың ризалығы үшін деп ше. Осы жердегі халис деген сөз, ықылас бәрі бір сөзден шығады, бір төбеден. Мысалға захабун халис дейді, таза алтын. Таза деген мағына бұл жерде қоспас жоқ. Мыс қосылмаған немесе басқа да металдар қосылмаған, тек қана алтыннан тұрады деген сөз ғой. Сол сияқты ықылас деген жаңағы ниеттегі, амалдағы, сөздегі шынайылық қой. Ол жерде қоспас жоқ. Сен мысалға біреудің тек қана сен көңілің үшін ғана осылай жасап жатырмын дедің бе, оның ар жағында басқа мақсат мүддең жоқ болса, сол шынайы сөзің да сенің. Сол сияқты мынаны Алланың ризалығы үшін ғана істеп жатырмын десең, оның ар жағында немесе айналасында тағы да басқа қосымша қосалқы ниеттер болмаса, онда сол да ықылас. Таза, қоспас жоқ, тек қана бір мақсатта жасалған ниет қой. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ахлис динак якфикал амалул қалил. Бұл жаңағы ықыластың бірінші жаңағы рияны түсіну үшін оның жаңағы дұрыс бағытын, ықыласты білу керек қой. Егер сен дініңде, жалпы дінді ұстануыңда осы шынайылықты, ықыласты ұстансаң, саған аз ғана амалдың өзі жеткілікті дейді. Сен мысалға таудай садақа беріп, үлкен мешіт салып, медресе салып,
сондай бір амалдар жасап, егер ол жерде ниетің таза болмаса, таза деген жаңағыдай басқа ешқандай қоспа ниеттер жоқ, тек қана Алла ризалығы үшін болмаса, онда ол бәрі бекер ғой. Алла оны қабыл етпейді. Өйткені құдси хадисте Алла тағала айтады: мен ешкіммен ортақтаспаймын. Кім маған бір амалды арнайтын болса, оны тек қана маған арнасын. Ал қасына тағы біреуді қосатын болса, онда сол қосатындарына бере берсін дейді. Бұл жердегі ниетті айтып тұр да. Ниетім Алланың да ризалығын алу, мына елдің, халықтың алдында да атымды шығару. Ертең депутаттыққа өткен кезде, ой, бұл деген мешіт салған кісі, медресеге көмектескен кісі, ол бүйткен, сөйткен, жетім жесірге қамқор болған деген нәрселермен дауыс жинап кетейін деген сияқты, немесе басқа қаншама өмірде мақсаттар бар ғой, дүниелік. Соны да алып алайын, бір жағынан Алланың да ризалығын алып қояйын, сөйтіп жәннатқа да кірейін, дүниеде де шаруам шешейін деген қосымша ниеттер болса, Алла тағала айтады: сен одан да сол бірінші депутаттығыңды, дүниедегі шаруаларыңды шеше бер, сонымен маған керек емес дейді. Бересің ба, тек қана маған ғана арна ниетті, мен соны қабыл етемін. Ал бір есеп, екі есеп деген нәрселер маған арнама деп тұрды Алла тағала. Түсіндік па? Сондықтан айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: егер сенің ниетің шынайы болса, ықыласың болса, саған аз ғана амалдың өзі жеткілікті болады. Бұдан керісінше шығатын мағына қандай? Егер сенің ниетіңде рия болатын болса, жаңағы ниетті құртатын, рия деген көз бояу ғой, көре көзге істеу, біреу көрсін. Рия деген сөз көру деген сөзден шығады ғой. Біреу көрсін деп істеу, біреу естісін деп істеу, адамдардың алдында абырой жинау үшін істеу. Бұл қазіргі уақытта үлкен дерттердің бірі десек болады. Ол қазіргі емес, баяғы уақыттан да келе жатқан нәрселер ғой. Мысалға, біреу өзінің қаражатына Алланың ризалығы үшін мешіт салады. Сөйтеді, мен бұл жаңағы мешітімнің бір жеріне жазсам дейді. Көбінесе бізде келіп айтып жатады, мынандай тақтай қойып жатады, тас орнатып жатады. Бұл мешіт пәленшеев түгеншенің жеке қаражатына салынды деген да, мысалға. Бұл да ғалымдар айтады, сенің шынайылығыңды құртатын, жаңағы рияға бірден бір белгі болып табылатын іс дейді. Егер сен шынымен Алла ризалығы үшін қалап тұрсаң, Алла тағала, ғалымдар айтады ғой, жаңағы қараңғы түнде қараңғы тастың үстінде кетіп бара жатқан қара құмырсқаны көреді деп. Ол сенің айтқан, айтпаған, тіпті ойыңдағы нәрсенің барлығын біледі деп. Ал енді ол Алла тағалаға сен тақта қоймасаң, ана жерге тасқа атың жазып қоймасаң, ол жетпей қалады деген нәрсе жоқ қой. Алла тағала сен әу бастан біліп тұр. Сен ішкі ниетіңді біліп тұр. Сондықтан ол жерде жазу бейне бір анау өзін көрсету сияқты көрінеді да. Енді адам, шайтан оған неше түрлі поводтар тауып береді ғой. Алдайды, бұл енді тарих болып қалу керек, келер ұрпақ білу керек, бұл басқаларға үлгі болсын деген нәрселер. Сол мешітті көрсе де үлгі ғой басқаларға. Нақты азаматтың салған мешіт деп айтпасаң да, біреудің салғаны белгілі ғой, аспаннан түскен жоқ, жердің астынан өсіп шыққан жоқ ол мешіт та, мысалға. Ол бір адам салды оны. Соның өзі үлгі ғой. Мынандай қылып мен де мешіт салсам болады екен ғой деп үлгі алатын адам содан ала береді да. Ана нені оқымай-ақ. Сондықтан шынайылықты құртатын осындай бір істер бар. Кейде ғалымдар айтады, адам шынайы ниетпен бастауы мүмкін. Кәдімгі адал ниетмен тек қана Алла ризалығы үшін ортада бұзады ғой. Өйткені мынау ықылас деген ол тариа дейді ғой, бір сәтке жылп ете қалған нәрсе емес. Ол ықылас болып та саналмайды. Бір сәтке сенде бір эмоциямен пайда болған кейбір жаңағы көркем мінездер бар ғой. Кейде аяқ астынан бір шыншыл болып кетесің. Бір отырыста сол бәрі тек шыншылдықты ұстанып, жоқ айтпаймын, өтірік. Одан кейін ертесіне ұмытылып кетеді ғой. Бір сондай эмоцияның үстінде пайда болатын. Ол мінезге де, ол қасиетке де жатпайды дейді. Ол қашан сенің бойыңда тұрақты мінез қасиет болады, ол тұрақты үнемі болған кезде дейді. Сондықтан ықыласпен басталған амал соңына дейін жеткен кезде барып, ол амал ықыласпен жасалған болып есептеледі дейді. Көрдіңіз ба? Өйткені орта жолға келген кезде, аяқталуға келген кезде шайтан сізді азғырады. Қаншама ақшаңды салдың ғой мешітті. Өзің ішкен жоқсың, өзің жеген жоқсың, шетелге апарып қыдырған жоқсың. 500 миллион ақшаңды салып тұрсың ғой. Енді атыңды қоймайтындай нең кетіп жатыр деген сияқты да. Әкеңнің атын қоймайсың ба ең болмаса деген сияқты нәрселермен азғырады ғой шайтан. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты басқа да ол нәрселер болуы мүмкін. Кейін адам жаңағы басында үлгі болсын деп біреуге айтуы мүмкін. Сосын ол деген ар жақтан қошеметтер, мақтаулар шығады ғой. Одан кейін ниеті өзгеріп, өзін өзі мақтап,
жаңағы сол мақтау сөздерді одан сайын көргісі келіп, естігісі келіп, ол ар жағында мақтанкерлікпен айтып қоюы мүмкін да. Ықыластың жоғалуы және ықыластың рияға ауысып кетуінің арасы өте жақын ғой, өте жақын. Ол әп-сәтте. Қазір ғана ықыласты болып отырып, мына есіктен шыққаннан кейін рия жасап кетуі адамның әп-сәтте. Сондықтан да Али радиаллаху анху батыр ғой енді, батыр жауынгер сахаба. Мен қаншама соғысқа қатыстым, бірақ соғыстан шаршаған жоқпын дейді. Қылыш асынып, жауға қарсы соғысып, мына жанымды, өмірімді қатерге төгуден шаршаған жоқпын. Мен ниетім түзеуден шаршадым дейді. Әр соғысқа барып келген сайын ерлігі жырланады ғой енді Алидің. О, бүгін Али пәленше қылыш сындырды. О, бүгін Али түген кәпірдің басын алды деген сияқты ерліктері деген жыр болып, өлең болып айтылған кезде ниетім өзгеріп кете жаздап, сонымен алысып, мен содан шаршадым дейді. Қараңыздар да. Суфиян ас-Саури деген үлкен табиғин дерден кейінгі атбау табиғин ғалым айтады. Мен ең көп арпалысқан дүнием ол ниет дейді. Адам ғалымдардың барлығы осымен айналысқан. Өйткені олар амалына қорыққанда, біз сияқты мешітті салып тастап, немесе садақаны беріп тастап, болды енді бір кепілдік алғандай жатпайды да олар. Мә, бұл амалым қабыл болды ма екен, қалай болды екен? Ар жағында ниетім қалай болды екен? Ана беріп жатқан кездегі ниетім қалай болды екен? Одан кейін ана адамдар сөзді айтты, сол кезде менің иманым қалай өзгеріп кетті? Соның барлығын уайымдап жүрді да олар. Ал енді ол рияға айналып кетсе не болады деген нәрсе ғой. Біріншіден адам сауабынан құр қалады. Сауабынан құр, ол сауап жазылмайды оған. Екіншіден, Алла Тағала сол рия жасағаны үшін оны азаптайды. Қараңыздар да. Сен жақсы амал жасап тұрсың. Бірақ рия жасаған үшін сен оған жауап бересің да. Сен өйткені алдауға келмейтін Алла Тағаланы алдап тұрсың да. Еш нәрсені көрмей қалмайтын, білмей қалмайтын Алла Тағаланы бейне бір көрмей қалатындай, білмей қалатындай іс істеп тұрсың да. Кейбір адамдар тіпті хадисте келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, біреулер қиямет күні Алла Тағаладан пәлен сауабының, жаңағы ісімнің сауабы қайда, түген жақсылығымның сауабы қайда деп сұраған уақытта, сен соны анау адамдар көрсін, солар естісін, солар айтсын, мақтасын деп істедің ғой. Енді бар да сауабын солардан ал деп айтады деген. Осындай хадис келеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан. Сондықтан да бұл рияның зияны, зардабы, шейх Мұхаммад Аль-Ғазали осы кітаптың авторы айтады ғой, рия ол амалдардың, жақсы сауапты істердің обасы дейді. Құрт құсап түсіп, мысалға бүкіл организмді жейтін аурулар бар ғой, онкологиялық. Ол рия амалға келген кезде сондай дейді. Ол сенің амалыңа, жақсы сауапты істеріңе бір түссе, ол сөйтіп оны жеп соңында құртып бітеді дейді ол. Сондықтан онымен күресу керек, оны жаңағы жүрегіңнен шығарып тастауға тырысу керек дейді. Ұстаз тамаша, жаңа ғалымдарымыздың жаңағы айтып кеткен бір істе ешкімнің мақтауын күтпе деген сияқты керемет сөздерін түсініп жатырмыз ғой. Сол секілді қазір қоғамда ниетімізбен амалдарымызды бір бағамдап ұстап отырмыз-ақ, рияның қаупі көп екенін көзіміз жетіп отыр ұстаз. Енді ұстаз, тағы да бір сұрағым, енді қазір қоғамда біріміз бір тұрақты айлыққа жұмыс жасайтын болсақ, басқа біреулеріміз бір кәсіппен айналысып жатырмыз ғой, енді әртүрлі кәсіптерді бағамдап жұмыс жасап жатқан қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Енді осы жерде жұмыстағы болмаса кәсібіміздегі шынайылығымыз бен жаңағы ықыласымыздың маңыздылығы қандай? Енді әркім күнделікті өзінің нан табатын, отбасы бала шағасын асырайтын бір кәсібі, жұмысы болатыны белгілі. Онсыз мұсылман болып есептелмейді. Енді кәміл толық мұсылман болып есептелмейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға солай үйреткен. Сенің қол жайып көшеде отырғаныңнан иығыңа балта асынып, орманға барып, ағаш шауып, оны жіпке байлап, арқалап алып келіп, сатып, соны нан қылып жегенің әлдеқайда қайырлы деп еңбекке баулуға, қол жұмысымен, еңбекпен жалпы отбасын асырауға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көптеп үгіттеген. Бұл енді мұсылманның өмірі ғой. Тіпті қайыршылықпен, сондай бір тіленшілікпен жүрген адамды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет күні жүзі қара болып тіріледі деп айтқан. Қара бет болып тіріледі деген сөз ғой енді. Неге? Өйткені қазір жейтін тамағы бола тұра, оның қол жайып қайыр сұрауы
ислам дінінде тыйым салынған іс болып есептеледі, харам болып есептеледі. Сондықтан да еңбекке, жұмысқа үгіттеу ол исламның ең үлкен принциптеріне жатады деп жатқаным ғой. Енді осы жерде енді әркімнің кәсібі бар, жеке жұмыс, жалдамалы жұмыс дегендей, сол жерде де шынайылық болуы керек. Ол қалай? Ғалымдар айтады, мен әйтеуір айлығымды алсам болды, немесе ақша тапсам болды деген сияқты дүниялық мақсаттан көрі, әрине ол бірінші көздеген нәрсеміз барлығымыздың, былай шынайы пендешілікпен айтқанда. Ал шын мәнде ниеттің түбінде ар жағында осы бір ісім арқылы, сол айналама, қоғамға, елге, халыққа пайдам тигізейін, әсіресе мына саудамен айналысып жүргендер мысалға. Неге қазір бізде заттар қымбаттап жатыр, күннен күнге қымбаттап жатыр? Ол мынау екі ортадағы делдалдардың, алып сататындардың, солардың бір қанағатсыздығынан дейміз ба, әлде бір ашкөздігінен дейміз ба, содан туып жатқан нәрсе ғой көп жағдайда. Мысалға оларға салықты көбейтсе, бұл бағаны көтереді. Мысалға тағы бір нәрсе, шығын, қандай да бір шығын, өзінің енді адам шығынсыз кәсіп, сауда болмайды ғой. Бір қандай бір шығын ұшыраса, ол шығынды мен есесін шығарам деп, оны тауардың үстіне қосады мысалға да. Сондай жағдайлар өте көп. Соның өзінде мысалға ол мен елге азық-түлік тасымалдап жатырмын, немесе құрылыс материалдарын тасымалдап жатырмын, сол арқылы біреу қарны тоқ болып отыр, біреу киімі жаңа бүтін болып отыр, біреудің үйі әдемі көрікті болып тұр. Соның өзі маған үлкен қуаныш емес па? Мысалы, өзім өмір сүріп жатқан қалада, ортада мен соны халыққа қол жетімді қылып алып келіп беріп, өзім де пайдамды көріп жатырмын, бірақ барынша халықтың жағдайын ойлап, солай жасап, сол арқылы әркімнің жаңағыдай үсті бүтін, үйі жаңа болып отырған жақсы емес па? Және сол ниеті үшін ол сол кәсібінің өзі адал болғаны былай тұрсын, ол сауапты іске айналады да, ғибадатқа айналады. Сондықтан да осындай әсіресе халықпен жұмыс істейтін, әсіресе халыққа жағдай жасайтын нәрселерді жасаған кезде халықтың жағдайын ойлау, ол ниеттің жаңағы жұмыстағы, амалдағы шынайылықтың көрінісі болып есептеледі. Біз енді әдетте Рамазан айында сәресі ауызашарға адамдар көптеп азық-түлік алатын, талқан сөк алатын, құрма алатын болғаннан кейін азық-түліктің бағасын түсірсеңдер деген сияқты мүфтилер мысалға үндеу жасап, сондай бір халыққа айтып жатады ғой. Бұл тек Рамазан айында ғана емес. Бұл халыққа қызмет етіп отырған әрбір адамның ойында, әрбір адамның жүрегінде, ниетінде болуы керек істі. Тек қана өзім тапсам, тек қана өзім байысам, сен оны қалай алсаң солай ал. Кредит алып сатып аласың ба, әлде қарыз алып сатып аласың ба, ол сенің проблемаң деген қарым-қатынас дұрыс емес дейді, ғалымдар айтады. Сен өзіңнің тамағыңнан бөлек халықтың да жағдайын, өзіңнің тамағыңнан бөлек сол істеп жатқан ісіңнің де сапасын шынайы істеу керек қой. Енді әйтеуір 6 сағат өткенде біз аманат тақырыбында айттық қой, 8 сағат жұмысым еді, сағат 6-ға дейін отырып берсем болды деген нәрсе емес. Саған аманат етіп сол жұмыс тапсырылды ма, кішкентай бір жаңағы мусордың пакетін жасап жатсаң да, сен соны ертең тесіліп қалмайтын, жыртылып қалмайтын қылып дұрыстап жасауыңның өзі сол шынайылықты көрсетеді. Ал бұл адамның жалпы жауапкершілік, аманат, ықылас деген сияқты үлкен жақсы қасиеттерін арта береді. Біз ойлаймыз майда шүйда іс деп, бірақ сол іске сенің көзқарасың сенің ішкі жан дүниеңді көрсетіп тұр ғой. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер сен намаз оқысаң, сол намазыңды соңғы намазыңдай оқы дейді. Бұл енді намаз арқылы беріп тұрған мысал ғой. Сен осыдан кейін намаз оқи алмайсың мысалға да, осы соңғы намазың болса, сен оны барынша таза ниетпен, ықыласпен беріліп тұрып оқуға тырысасың ғой. Енді соңғы намазың қоштасып жатсың мысалға ғибадатыңмен да. Сол сияқты сен ертең барсың ба, жоқсың ба, енді саған бұл істі келіп келесісін жақсы істей салам, одан кейінгісін жөндеп жіберем, жарайды, кейінгісін дұрыстап шығарам деген нәрселер болады бізде кейде. Ондай ойға бармастан, ертеңге келесіге ысырмастан, әрбір ісіңді жауапкершілікпен, әрбір ісіңді сондай тиянақтылықпен істеу, ол да осы амалдағы шынайылыққа жатса керек. Ұстаз енді жоғарыда айтып өткен біздің ниет, ой, ықыласымыз, амалдарымыздың барлығын бір бағамдау үшін білім керек қой енді бізге. Бірақ енді дегенмен осы жерде білімдегі шынайылыққа бір тоқталып кетсек. Әуелі білімге адам мұқтаж, білімнің парызы бар, қосымша артық болмайды дейтін үкімдегі білімдер бар. Және ислам дінінде білімді діни, дүнияуи деп бірін екіншіден төмен қойып бөлмейді. Сен өзіңді мысалға айтайық,
жаңағы алланың алдында қалай ғибадатыңды жасайсың, қалай харамнан сақтанасың, соған қатысты білімдер білуің ол қандай парыз болса, дәл сол сияқты сен қалай өлімнен қорғанасың, қалай аурудан сақтанасың, қалай айналадағы зиянды нәрселерден қорғанасың, мысалға да қалай нан табасың, сол білімдерді үйренуің парыз. Сондықтан ол мынау дүние мынау барлығы да Алла тағаланың үйреткені. Құранда Алла тағала айтады ғой, адам жаратқаннан кейін оған бүкіл заттың атауын үйретті дейді. Ол жерде бүкіл затты, әр білімнің, әр ғылымның негізін үйретті деген сөз ғой. Ол жерде тамақ істеу, аңшылық, қорғану, жаугершілік деген сияқты бүкіл білімді, оның ішінде жаңағы дінге де қатысты, дүнияға да қатыстының барлығын Алла тағала үйретті. Сондықтан ол анау адамның ойлап тапқаны, адамның шығарғаны деп қарамай, оған дүнияуи деп немесе оны бір төмен түсіріп кемсітпей, ол барлығы да Алланың ілімі деп қабылдап, барлығында сонда Алла үшін үйрену керек та. Енді осы бір білімдерді үйренген кезде, тіпті қарапайым кітап оқыған кезде, мысалға мен осының ішіндегі ілімді үйренейін, пайдалы нәрсе болса оны жүзеге асырайын, соны өмірде пайдаланайын, мейлі ол дүнияның жақсылығы болсын, мейлі ақыреттің жақсылығы болсын, ол білімнің алып келетіні, сол білімді пайдаланып мен соған қол жеткізейін деген ниеттер болуы керек та. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман тааллама илман мимма юбтага бихи важхуллах". Осындай Алланың ризалығы көзделетін білімді ла ятаалламуху илля лиюсиба арада минад дуния, тек қана бір дүниеге қол жеткізейін деген мақсатта үйренетін болса, лам яджид арфал жаннати яумал қияма, қиямет күні ол жәннаттың иісін де сезбейді дейді. Енді құр әшейін біреуге айтып беріп, сол жерде мен абыройым өсіп қалсын, немесе жаңағы әшейін білімді екенімді көрсетейін, жан жақты екенімді көрсетейін деген сияқты бір әшейін бір болмайтын бір мүдделерге оқысаң, ол ниетің сен жамандыққа алып келеді. Ал бойымды түзейін, ойымды түзейін, жаңағы білмегенді үйренейін деген сияқты жақсы ниетте үйренетін болсаң, ол саған үлкен пайда алып келеді. Соның үшін де ғалымдарымыз білімді пайдалы білім және пайдасыз білім деп екіге бөледі. Енді кейбір ғалымдар оған түсіндірме беріп, пайдалы білім деген сені шынымен сол білім жақсылыққа жеткізсе, ол пайдалы білім. Әшейін бір рияға, мақтангерлікке, тәкаппарлыққа немесе басқа да жамандықтарға алып барса, ол білім. Кейбір адамдар мен оқығанмын, мен білем деп, мысалға адамдардың арасында тәкаппарлану мүмкін, жоғарыдан қарау мүмкін. Сондай бір нәрселерге алып барса, онда ол пайдасыз білімге жатады дейді. Оның нәтижесіне қарау керек дейді. Тамаша ұстаз. Рахмет. Енді бүгінгі сұхбатымызда шынайы жауап бергеніңізге рахмет. Шынайы ұрпақтарымыз көп болсын. Экран артындағы көрермендер де біздің сұхбаттарымызды қарап, астына пікір жазып, шынайы пікір жазып, шынайы өздерінің ықыластарын білдіреді деген үміттеміз. Құрметті оқырман, олай болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, қолдау білдіріңіздер. Бүгінгі сұхбатымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет.